іс-әрекетімізді бастамас бұрын біз сендермен тілді жаттықтырып алайық. Ол үшін біз сендермен жаңылтпаштарды айтамыз, е? Мынау ненің суреті? Қайшы туралы айтамыз. Жақсы қайшы. Қайсы қайшы. Ал енді бірге барғымыз тез айтамыз. Жақсы қайшы. Қайсы қайшы. Жақсы қайшы. Қайсы қайшы. Жарайсыңдар, келесі. Көк көйлек. Дұрыс айтасың. Көк көйлек. Көк көйлек. Көк көйлек. Тек өзіме дөп көйлек. Тек көк көйлек. Көк көйлек. Тек өзіме дөп көйлек. Жарайсыңдар балалар. Ал енді біз сендермен топқа бөлінеміз. Іс-әрекетімізді біз 3 топқа бөлініп өтеміз. Осы жерден карточкаларды аламыз. Карточканы алып болғаннан кейін қарап, кім қай суретке тиесілі. Соны барып сол үстелдеріне өздерінің жайғасыңдар. Ала қойыңдар. Балалар, қазір біз сендермен бір видео қарап алайық. Сәлем балақай, біз бүгін мамандықтармен танысамыз. Бұл адамның мамандығы дәрігер. Балалар, біз сендермен видеодан әртүрлі мамандықтармен танысып шықтық, я? Біз 3 түрлі мамандықтардың тобына бөліндік. Мысалы үшін, сендер қандай мамандыққа келдіңдер? Мұғалім тобына келіпсіңдер. Ал сендер ше? Аспазшы, сендер ше? Және құрылысшы деген топқа келіпсіңдер, я? Ал енді балалар, әр топқа өзінің мамандығы бір тапсырмадан дайындап қойыпты. Балалар, сендер мұғалімнің тобына түстіңдер, я? Ал балалар, мұғалім бізге не үйретеді? Сабақ. Дұрыс, сабақ үйретеді. Білім береді дейді. Және? Дұрыс айтасың. Әріптерді үйретеді, я? Ал ол кісіге қажетті заттардың барлығы сендердің алдарыңда бар, я? Енді біздің мұғаліміміз сендерге тапсырма дайындап қойыпты. Әр мамандықты біз атап, сол мамандықты астынан алдарында тұрған қарындаштармен біз оны буынға бөліп қоямыз. Неше буын? Біз буынға бөлуді білеміз, я? Мысалы үшін, аспаз дегенді бөлеміз. Жүргізуші, тігінші, Науқым Әли, қолындағы құрылысшы, я? Мұғалім. Ал Нұрали, сенде қандай сурет екен? Тігінші. Бөліп көрші буынға. Неше буын екен? 3 буын екен. Қалғандарымызды дәл солай өзіміздің тапсырмамызды орындаймыз, я? Балалар, сендер кімнің тобына келдіңдер? Құрылысшы. Дұрыс айтасыңдар, құрылысшы тобына келдіңдер. Құрылысшы қандай жұмыс атқарады? Дұрыс. Дұрыс, үй жасайды, иттерге үй жасайды дейді, дұрыс па? Дұрыс. Адамдарға да үй жасайды, я? Ал қазір біз сендермен үй құрастырамыз. Кімнің сурет салғысы келеді? Мен сендерге қағаз беремін. Жарайды, үйдің суретін саламыз, я? Құрылысшыға көмектесіп, үйдің суретін саламыз. Құрылысшы айтады: сендер маған үй салуға көмектесіңдерші дейді. Міне аңсар сурет салам деп тұр, демек оған қағаз береміз. Ол алады, үйдің суретін әдемілеп салады. Ал балалар, жұмыстарыңды бастай беріңдер. Қайшыны қолданған кезде қолдарыңды байқаңдар, құтты қолданамыз, жарай ма? Ал балалар, кадрдың көмегі арқылы біз сендермен себеп сатын жасап алайық. Күлеміз. Қол қаратайық. Биле. Ал билейміз. Билейміз. Қарайсыңдар балалар, барлығын керемет орнады. Ал орнымызға жайғасайық. Балалар, сендер аспаз тобына түстіңдер, я? Аспаз қандай жұмыс жасайды? Қандай жұмыс жасайды? Не пісіреді? Дұрыс айтасың, аспаз тамақ пісіреді, әртүрлі салаттар жасайды, я? Аспаз сендерге осындай тапсырма беріпті.
Аспаз сендерге математикалық тапсырма берді. Ал дұрыстап саламыз. Дұрыс айтасың, 9. Енді сарымсақтарды санай ғой. Мұндағы айтты қарайды. Мұғалім. Дұрыс, 3. Буынға бөліксін. Әліге дұрыс. Балалар, бүгін біз сендермен мамандықтармен таныстық, я? Сонымен қандай мамандықтар бар екен? Алихан? Дұрыс, аспаз. Нұрали, қандай мамандықтар бар екен? Дәрігер, мұғалім, я? Әртүрлі мамандықтар бар екен. Ал енді сендер өскенде кім болғыларың келеді? Нұрали полиция болғысы келеді екен. Айару? Дәрігер болғысы келеді екен. Дарын? Наубайханашы болғым келеді дейді, я? Каусар? Аспаз болам дейді. Дүкенші болам дейді Азире. Жарайсыңдар балалар. Әрқайсының армандарын орындалсын. Ал бүгінгі сендерге тапсырылған тапсырманы, мұғалімнің тапсырмасын барлық балалар дұрыс орындады, дұрыс буынға бөлді. Құрылысшының тапсырмасын барлық балалар дұрыс орындап, үйдің суретін салды, үйді құрастырды, я? Ал, дұрыс айтасың, аха. Ал аспазшының бізге берген математикалық тапсырмасын барлық балалар дұрыс жасады. Жарайсыңдар. Ал барлығымыз бір-бірімізді қолпаштап, қол шапалақтап